Қайырлы күн, алтын сынып оқушылары. Сіздермен бүгін санды теңдіктер және тура санды теңдіктердің қасиеттері туралы түсінетін боламыз. Санды теңдіктер деген не? Яғни құрамында тек қана сандардан, жақша амалдардан тұрады. Екі теңдіктің екі жағы бір-біріне тең болуы. Мысалыға 9 көбейту 4, ол 36-ға тең. Яғни 9-ға 4-ті көбейткенде қанша болады? 36, мына 36. Демек, бұл екеуі тең. Бұл санды теңдік. Немесе 9-ға 4-ті көбейтесің және 18-ге 2-ні көбейтесің. Онда 9-ға 4-ті көбейткенде 36, 18-ге 2-ні көбейткенде де 36. Теңдіктің екі жағы тең ба? Демек, бұлар санды теңдіктер. Тура санды теңдіктердің қасиеттері, жалпы бізде 5 қасиеті бар. Қазір жеке тоқталып өтеміз. Бірінші, егер А тең Б-ға және Б тең С-ға болатын болса, онда А мен С тең болады. Мұндағы А деп отырған кез келген сандар, мысалы, мұна бізде А, 9 көбейту 4, ол Б-ға тең болып тұр. Мұна бізде А-ның мәні, мұна бізде Б-ның мәні. Енді дәл осы Б 36 тағы қалай өрнектесек болады? Басқа жолмен 9 мен 4-дің көбейтін істейміз, тағы қандай жолмен? Яғни 18 мен 36. Мұна С-ның мәні. Демек, бізге айтады, егер осындай болса, яғни теңдігі тең болатын болса, қандай да бір сан, екеуінен бір сан шығып тұрса, сол санды аласыз да, тек қана бірінші, яғни А мен С-ны тең етіп аласыз. Екеуіне тең болып тұрған нәтижені алып тастайсыз да, жаңағы амалды жаза саласыз. Яғни 9 көбейту 4, ол тең. Басқалай өрнектеген, көбейтіндіні. 18 көбейту 32. Бұл бірінші қасиеті. Мынаны міндетті түрде жаттап алу керек. Екінші, тура санды теңдіктің екі жақ бөлігіне де бірдей санды қосқанда тура санды теңдік шығады дейді. Бірдей санды қосқанда. Мысалыға, екінші қасиет, мысалыға А тең Б-ға болсын дейді. Мысалы, 7 қосу 2 тең қаншаға? 9-ға болсын. Мына жерде кез келген жай бөлшек, ондық бөлшек, кез келген алгебралық өрнек болуы да ықтимал, яғни көбіне сіздерге санмен ондық және жай бөлшектермен беріледі. Тең 9-ға болсын. Яғни осы теңдіктің екі жағына да бірдей санды қоссаңыз, сізде санды теңдік тура болып шыға береді дейді. Ештеңе өзгермейді дейді, яғни. Мысалы үшін, екі жағына да мен қаншаны қоссам болады? Бұлай қойып қойайын. Мысалы, плюс 3 деп қойайын. Демек, онда мен не істеймін? 7 плюс 2 деп өрнектің бірінші жағын өзін жазамын да, екі жағына да осы 3-ті қосамын. Енді нәтиже дұрыс шықты ма? Тексеріп көрелік. 7-ге 2-ні қоссақ 9, 9-ға 3-ті қоссақ 12. 12 тең 12-ге. Теңдік ештеңе өзгерген жоқ, сол жауап екі жағы бірдей болып тұр. Үшінші, тура санды теңдіктің, мынаны жаттап аламыз формуласымен. Тура санды теңдіктің екі жақ бөлігінде 0-ден өзге бірдей санға көбейткенде, немесе бөлгенде тура санды теңдік шығады дейді. Сіз екі жағында көбейтсеңіз де, бөлсеңіз де, сізде бір теңдік шығады екен. Яғни, екі жақ бірдей болады. Тура санды теңдік, мысалыға бөлу амалмен болса, онда мысалыға 9 қосылған 2, немесе айырма болу мүмкін, кел азайтылмай орындап көрейік. 9 азайтылған 5 тең 4. Енді екі жағында бірдей санға көбейтсең де, бөлсең де ештеңе өзгермейді дейді. Ал біз бірінші 2-ге көбейтіп көрелік. Онда теңдіктің өзін сол күйінше жазып аламын. Бөлу 2. Екі жағында бөліп атқандықтан түсінікті болу үшін мен бірінші теңдіктің өзін, тура санды теңдіктің өзін жақшаға алайын. 9-ды 5-тен азайтсақ 4, 4-ті 2-ге бөлсек 2. Тең 4-ті 2-ге бөлсек 2. Енді, мына жерде бөлумен жасадық. Енді дәл осыны көбейтумен жасайық.
9 минус 5. Екі жағында бірдей санға көбейтейік. Мысалға 3-ке тең 4 көбейту 3. Бәрібір бізде тура санды теңдік шығады. 9-дан 5-ті алсақ 4 көбейту 3 тең 4 көбейту 3. Демек, жауап 12 тең 12 болады. Екі жағы да тең болып тұр. Келесі төртінші қасиет, екі санды теңдікті мүшелеп қосқанда тура санды теңдік шығады. Ең бірінші мүшелеп қосу деген не, соны ескерейік. Қараңыз, бізде мұнда айтады А тең Б-ға, С тең Д-ға дейді. А мен С-ны қоса аласың, және Б мен Д-ны қоса аласың. Мысалы, 2 бүтін, бұл төртінші қасиеті. 2 бүтін оннан 2 қосылған 4 тең 6 бүтін оннан 2. Бұл бірінші өрнегім болсын, А және Б болсын. Екінші бізде 3 бүтін оннан 8 қосу 2 бүтін тең 5 бүтін оннан 8 болады. Енді тура санды теңдік шығады дейді, мүшелеп қосқанда. Мүшелеп қосу дегеніміз теңдіктің бірінші оң жағындағы санды оң жағындағы санға қосамыз. Теңдіктің сол жағындағы санды сол жағындағы санға қосамыз. Демек, 2 бүтін оннан 2 өрнекті сол күйінше жазып алсаңыздар да болады, немесе бұлай баған түрінде орындауға болады. Осыған 2 бүтін оннан 2 плюс 4 плюс 3 бүтін оннан 8 деп жазсаңыздар да болады. Немесе астына теңдіктің сол жағына. Яғни амалдың астына бүтін жағына бір сан болса, сол бір санның астына реттеп жазсаңыздар да болады. Және де айырмашылығы жоқ. Егер сіз 5 бүтін оннан 8-ді, мысалы, мына бірінші оң жағына өзгертсеңізде ешқандай айырмашылық болмайды. Бәрібір тең шығады. Қосу. Тең өз орнында қалады. 6 бүтін оннан 2-ке қосамыз 5 бүтін оннан 8-ді. 12 бүтін болады. 4-ке 2-ні қоссақ 6. 3 плюс бізде плюсті береді. Енді 2 бүтін оннан 2-ке қосамыз 3 бүтін оннан 8-ді. Ол да 6 бүтін. 6-ға 6-ны қоссақ 12 шығып тұр. Мұны да жаттап аламыз. Келесі 5-ші қасиет, 2 тура санды теңдікті мүшелеп көбейткенде тура санды теңдік шығады дейді. Дәл қосу сияқты. Бірінші амал, қараңыз, 5 плюс 3 бұл А-ның мәнін береді, 8 Б-ның мәнін береді. 9 минус 2 С-ның мәнін, 7 Д-ның мәнін. Егер сізде 7 тең 9 минус 2 деп тұрса да, сіз осы орнын, теңдіктің екі жағын орнын ауыстырып ыңғайлы жолға қойып алсаңыз болады. Енді көбейте бересіз, кәдімгідей бірінші мына өрнектің өзін жазып аласыз. 5 плюс 3-ті көбейту 9 минус 2-ні өзін жазасыз. Сосын 8 көбейту 7 тең өз орнында сақталады. Жақшан үшін бірінші орында аласыз. 8 9-дан 2-ні азайтсақ 7, 8 7 7 56, 56 тең 56. Бәрібір де екі жақ бөлігіне де бірдей санға қоссаңыз да, азайтсаңыз да, көбейтсеңіз де, бөлсеңіз де, сізде міндетті түрде тура санды теңдік шығады.